Ассаламалейкум достар. Кезекті видео елімізде болып жатқан қымбатшылыққа байланысты тікелей кәсіпкерлерге және саудагерлерге бағытталады. Құрметті кәсіпкерлер, шариғи тұрғыдан алатын болсақ, әр тауар, әр зат, өнім бірге 0,2 немесе 0,5% ғана қосылып сатылу керек. Шариғи тұрғыдан алатын болсақ. Ал сіздер бірге 1 немесе бірге 2, бірге 3 қосып жатсаңыздар, ол уже арамдық, спекуляция, зұлымдық болып саналады, өзіңіздің халқыңызға жасап жатқан. Сол себептен айтарым, кішкене тауарды, затты әр өзінің бағасына сай етіп қойсаңыздар, халыққа онсыз да оңай соғып жатқан жоқ. Ендеше мына сұмдықты қараңыздар. Шу қаласының тұрғындары сақ болыңыздар. Базарға фальшивка, подделка қант әкелді. Қазір салыстырмалы түрде көрсетемін. Өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, мынау оригинал тараздың қанты, мынау подделка. Подделка өзі бушный мешокқа салынады. Қараңыздар, ішінде салафан жоқ, ешқандай қағазы жоқ. Егер таза оригинал тараздың қанты өңсеңіз, ол ішінде арнайы салафановый пакетке салынады, сосын биркасы болады. Сыртынан наполнениесінің өзі тараздың қантынан қарағанда пәзде болып келеді. Егер жақсылап тұрына қарасаңыздар, мына ішінде салфановый упаковка жоқ. Ал оригиналдың ішінде салфановый упаковка бар, яғни ішіндегі қант таза заводтан шыққан. Осы подделка қанттың переплетінің өзі жай машинкамен салынған переплет. Ал оригиналда таза заводской переплет. Ол қиынырақ әрі басқаша болып келеді. Жақсылап қарамаңыздар. Екі мешокты аштым. Қараңыз, міне оригинал таза қант, тараздың қанты. Ішінде салфаны болады. Сосын қанттың түсі сарғышқа болып келеді. Тростниктан және свекладан жасалғандықтан. Ал бұл қанттың ішінде біріншіден пакеті жоқ. Екіншіден қанттың түсі, міне егер салыстырып көрсеңіздер, анаған қарағанда ақ, яғни белгісіне әкпа қосып салған. Денсаулықтарыңызды белгісіз бір қантпен улағанша кішкене артық төлеп, жақсы оригинал дұрыс қант алған жөн деп есептеймін. Қант алған кезде жақсылап абайлап қарап алыңыз. Шамамен осыдан бір апта бұрын Берік Әбдіғалиұлы Ұлытау облысының әкімі қатысуымен брифинг өтті. Ол отырыста спекулянттар, яғни алыпсатарлар бағаны ретімен қоймаса, тым қымбат сататын болса, онда ол сауда үйін, дүкендерді жаңағы бейне таспаға түсіріп, әкімшілікке келіп тапсыруды бұйырды. Оған қарамай біздің саудагерлеріміз жұмыстарын жалғастыруда. Сол қымбатшылық 600 теңге ең арзаны, 800 мың теңге деген не сұмдық ол? Қанттың, құмшекердің килограммына. Қазір енді сезон келе жатыр ғой қазір. Варенье, компот жасай бастайды. Қантқа қайдан сұраныс күшейеді. Мынау страхфондтан келді ғой, соны бақылауға алыңыздар. Спекуляция жасамасын қазір. Прямо бүкіл кәсіпкерлер қазір міне үкіметтің арнайы міне интервенция жасап жатыр. Осыны қазір алып алып, 500-ден немесе қасына қосып сатуды бүкіл нелерге ескертіңіздер. Егер не істесе, олардың бәріне іс қозғалады. Бәріне магазиндерге ескертіңіздер. Егер де Самадиден алып, басқа шағын магазиндер сатып атса, дәл содан, онда тиісті оларға шара қатал қолданады. Соны мониторинг жасап отырыңыз. Жақсы, кәсіпкерлерді айтулары бойынша оларға да өздеріне тиімді. Қазір олар қантты шектеулік қойдық, 2 килограмм адам басына. Бұл жаңа спекуляциялық жолдарға жол бермеу. Соны түсіністікпен қарасын. Егер де 2 килограмм сатса, ол қант жоқ деген емес мәселе. Өткенде әлеуметтік желіде, Instagram парақшаларында бір бауырымыздың әдемі сөйлегенін есімде қалып қойды. Соны сіздерге қарапайым жалпақ тілде түсіндіріп көрейін, өзімнің сөзімді қосып. Мына шоғын қораға, мынаны күзетті күшейту керек. Ол жігіттің айтуынша, егер дейді, мынау қант емес, ұн сондай күйде болатын болса, ұн тапшылығы болса, ұнның жетіспеушілігі. Онда қамбаға қанша тықсаңыздар да, қамбаға қоймаларыңызға қанша ұнды тықсаңыздар да, халық ашынса,
сіздің бейне бақылау күзетшілеріңізге қарамайды, қопарып барлығын, тіпті сіздерді өлтіріп те кетуі мүмкін. Сол себептен ағайын кәсіпкерлер ондай болмай қойсын, Құдай сақтасын. Зұлымдыққа бармай қояйық ешқашан. Құрметті достар, еңбек менен шабыт беру сіздерден. Лүпіл басып, пікір алаңына әр қалада, қай жақта қаншадан болып жатқан құмшекердің, қанттың бағасын жазып өтіңіздер. Еңбегімді бағалаңыздар. Комментарий жазып, лүпіл басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Сау саламатта болыңыздар.